Баймұхамбетұлы Наурызбай жоңғар басқыншыларына қарсы күресте аты шыққан атақты батырлардың бірі, белгілі қолбасшы. Мекені Алматы қаласы маңындағы Жалпақтөс, Серіктас деген жерлер. Ел басына түскен ауыртпалық өзге замандастары сияқты Наурызбайды да ертес етеді. Оның ересектер қатарына қосылуына нар тұлғалы алып денесі септігін тигізген сияқты. Халық жадында оның туралы тұлпары түйе тұрпатты батыр бейнесінде қалуы да осыдан. Наурызбайдың өмірі жоңғарларға қарсы күресте өтеді. Ол атақты Аңырақай шайқасына қатысып 23 жасында қалмақ батырлары Жамалхан мен Қаскелеңді жекпе-жекте өлтіріп батыр атанады. Батырдың ерлігіне риза болған елі Наурызбайдың екпіні таудан асқан тасқындай, қалмақты қойдай қырады, оттан судан тартынбай. Туралы тұлпар астында шойын шоқпар қолында түйе тұрпатты тұтқыр ер оңды солды ұрады деп, оның атын жырға қосып мақтан тұтады. Аңырақай шайқасы қазақ қауымы біріксе, жоңғарларды жеңетін, жау қолында қалған жерді азат етуге болатынын анық көрсетіп береді. Абылай арқаға барғаннан кейін тұс-тұсқа жау жіберіп, жаңа көш топтайды. Осыған ұлы жүзден Өтеген, Райымбек, Наурызбай секілді батырларды шақырады. Өтеген мен Наурызбай жауынгерлерін ертіп, мерзімді уақытында жетеді. Бірақ кейін Өтеген батыр Абылайдың Қытаймен жасаған қарым-қатынасының саяси мәніне түсінбей, оған қарсы болып, еліне қайтып кетеді. Ал Наурызбай Абылайдың қасында болып, оның сенім артар атақты батырлардың біріне айналады.